Ассаламу алейкум, күндеріңіз берекелі болсын. Бүгінгі видеода осындай бесік жасауларын тігетін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Каналға әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Алдымен бесігіміздің енін және ұзындығын осылай сыртынан өлшеп аламыз. Сол өлшемдерге 5 см қосымша беріп, мен осындай бөз матасына қиып алдым. 5 см қосымша бұл біздің қазіргі мақта салған кезде ішіне көтеріліп тұру үшін, матрасымыздың қалың биік болып тұру үшін артығымен қиып аламыз. Мінекей, мен 87-ді енін 48 етіп осылай қиып алдым. Бұл жерде менің матам 2 қабатынан жатыр. Және де ортасындағы дөңгелегімді бесікке салып, өлшеп алуды ұмытпаңыздар. Содан кейін осы дөңгелекті қиып алып тастаймыз. Жан жағын айналдырып тігіп аламыз. Кішкене жерді қалдырып кетеміз. Ол жерден осылай мақтамызды салып, сол қалдырып кеткен тесігіміз арқылы оң бетіне айналдырып аламыз. Жақсылап айналдырып аламыз. Содан кейін көктеп әрбір жерінен осылай тігіп аламыз. Мақтамыз жылжып кетпес үшін. Осы матрасымыздың сыртын қаптайтын тысын тігетін боламыз. Мен осындай сатин матасын қолданып жатырмын. Осылай етіп, алдында матрасты қалай қиып алдық, сондай етіп тысын да қиып аламыз. Содан кейін айналдырып, жан жағын тігіп аламыз. Мінекей, мен тігіп алдым. Және осы тесікті өз матасынан косая бейка жасап, сол арқылы өңдеп тігіп алдым. Осы тесік арқылы матрасымызды ақырындап кигізіп аламыз. Енді бесігімізге жастық тыс тігетін боламыз. Байқасаңыздар, екі шетін алдын ала қайырып тігіп алдым. Жастығымның өлшемі 35-35. Бұл жастық тысқа мен замок ештеңе салмаймын. Сондықтан осылай бір шетін 15 см, 10 см-ге артықтау қылып тігіп аламыз. Бір жағы ұзындау болады. Мінекей. Содан кейін екі қапталын қосып тігіп аламыз. Мінекей, мен тігіп алдым. Оң бетіне айналдырып, осы жері арқылы жастықшамызды кигіземіз. Сыртын жуғанда, ауыстырғанда өте ыңғайлы. Замок салғаннан көрі осылай қылып тіккен дұрыс. Баланың денесіне батпайды, ыңғайлы болады. Енді осындай екі жастықшаны алдын ала тігіп алдым. Беліне және жамбасына қоятын. Өлшемдері 21-34 және сыртын қаптайтын осындай тыстарын да тігіп алдым. Кішкене шетінен тікпей қалдырып кеттім. Сол арқылы жастықшаларымды кигізіп, сыртын қаптап шығамын. Міндетті түрде осы қалдырып кеткен тесігін білдірмей қолмен тігіп аламыз. Қыздар, енді қол бауларын тігуге кірісеміз. Осы бөлшектен бізге 2 штук қажет болады. 16-да 60 етіп қиып алдым. Және синтепонды ортасына салатын боламын. Және де ұзын бауы қажет болады. Мен 150-да 10 см етіп осындай қиып алдым. Бұдан да 2 штук қажет болады. Және осы кішкентай бөлігімізден де 2 штук, 10-да 25 етіп қиып алдым. Алдымен осы бауымызды алдын ала үтіктеп, жан жағын айналдырып тігіп аламыз. 2 штук бізге қажет болады. Содан кейін қол бауымыздың осы бөлігін осылай синтепонды қойып, мен сырып тігіп алдым. Және әдемілік үшін дөңгелектедім, басын байқап тұрсаңыздар. Енді осы бөліктерін салып, айналдырып тігіп алып, қалдырып кеткен тесік арқылы оң бетіне айналдырамыз. Тура осындай етіп екінші бөлігінде тігіп аламыз. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай, мен екі бөлшегімді де тігіп алдым.
және осы қалдырып кеткен жерімізді қолмен білдірмей тігіп аламыз. Міндетті түрде үтіктеп аламыз. Енді бесігіміздің жапқышын тігетін боламыз. Ол үшін осы жеріне лентамызды қойып, айналдырып өлшеп аламыз. Содан кейін бесігімізді жатқызып, осылай бастырып аламыз. Осы жерін сызамыз, келтіріп, келмей тұрған жерлерін, яғни біріктіріп, міне видеодағыдай етіп, қосып сызып аламыз. Осы лекаламызды қиып аламыз. Сол лекала арқылы екі бөлшегімізді қиып аламыз. Менде біреуі осындай сатин матасынан болады, екіншісі сеткадан болады. Бұл жерде мата өзіңіз білесіз, велюр матасында қолдануға болады, әркімнің өзінің қалауы бойынша. Бесік жапқыш тігу үшін тағы да осындай ұзын бөлшек қажет болады. Оны да бесікке өлшеп алдым. Біреуі сатиннен, екіншісі осындай сеткадан болады. Осы бөліктеріміздің қақ ортасын тауып аламыз. Содан кейін осы центрлерін бір-біріне келтіріп, жан-жағынан инемен түйрелейміз. Тікпес бірін осылай инемен түйрелеп алған әлде қайда өзімізге ыңғайлы, жұмыс барысында қиындық тудырмайды. Сондықтан барлық жағын айналдырып, осылай видеода көрсеткендей етіп, инемен түйрелеп алыңыз. Содан кейін осы түйрелеген жерлерімізді айналдырып, түзеу тігіспен тігіп аламыз. Және мен оверлоктап алдым. Бұл жерде мен бір қабатынан тігіп жатырмын. Екі қабатынан астарлап тіксеңіз де болады. Мінекей барлық жағын инемен түйрелеп алдым. Енді айналдырып тігеміз. Мінекей мен тігіп алдым. Байқасаңыздар, алдыңғы жағы кішкене салбырап тұр. Соны түзеу етіп келтіру үшін осы жерінен сәл ғана көтереміз. 3 сантиметрге примерно көтеріп, выточка қылып тігеміз. Бірінші инемен, міне қазір мен түйрелеп көрсетемін. 3 сантиметрден бастап 1 сантиметрге дейін осылай азайтамыз. Выточка тәріздес етіп, түзеу етіп осы жерін тігіп аламын. Мінекей осындай болады. Осылай тігіп алдым. Енді астыңғы жағы бірдей болды және артық жерлерін қиып алып тастадым. Тура осылай сеткамды да тігіп алдым. Біздің бесік жапқышымыз дайын, осындай болып шығады. Шетін мен тесмамен, үйде бар тесмамды қолдандым. Достар, осымен біздің бесік жасауымыз дайын. Сіздерге менің видеом пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Осы видеоны достарыңызға, таныстарыңызға таратыңыздар және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде менің видеоларым сіздерге алғашқы болып көрінетін болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.